Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгін ұлттық кейіпкерлер туралы не білеміз? Я дыбысы мен әрпін жалғастырамыз. Сендер бүгінгі сабақта я дыбысы мен әрпін танисыңдар, ажыратасың және осы дыбыспен сәйкестендіресің. Сөздерді буындап тұтас оқуға дағдыланасың. Әрпін көркем жазуды үйренесің. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Бұл жұмбақ ұлттық кейіпкерлер туралы. Әлсіздерді жақтайды, сараңдарды алдайды, шайтанды да алдайды. Білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар. Бұл алдар. Білесіңдер ме? Алдарды дейді. Жарайсыңдар балалар. Балалар, алдар көсе әлсіздерді жақтаушы, ел үстінен күн көруге машықтанған, сауда жемқорлар мен сараң байларды аямай алдап, соғып, келеке етуші болған. Осы алдар көсе балалардың білімін тексеруге келіпті. Өзімен бірге әртүрлі тапсырмалар ала келген екен. Кәне балалар, алдар көсенің тапсырмаларын орындайық. Балалар, ненің суретін көріп отырмыз? Шаян. Шаянның суретін көріп тұрмыз. Олай болса балалар, осы сөзде таныс емес әріпті көріп тұрсыңдар ма? Жарайсыңдар. Я әрпін байқап тұрмыз. Я дыбысы балалар, қосарлы дауысты дыбыс. И және а дыбыстар естілгенімен, оның орнына я дыбысы жазылады. Балалар, шаян сөзін буынға бөлейік. Ша-ян. Я дыбысы екінші буынның басында кездесіп тұр. Және балалар, шаян сөзінде 4 әріп, 5 дыбыс бар. Себебі жаңа айтып кеткендей, я дыбысы қосарлы дауысты дыбыс болғандықтан и, а болып естіледі, я болып жазылады. Сондықтан шаян сөзінде 4 әріп, 5 дыбыс болады. Балалар, осы шаян сөзіне бір мысал ретінде сөйлем құра жіберейік. Жарайсыңдар. Өзен шаяны өзенде тіршілік етеді, өте жақсы. Ұя, бояу, аяқ. Бұл сөздерде айтқан кезде құлағымызға ұй-а, бай-ау, ай-ақ сөздері, яғни и мен а дыбыстарын естиміз. Балалар, алдар көсе бізді я дыбысының баспа және жазбаша түрмен таныстырмақшы. Мынау баспа түрі, ал мынау жазбаша түрі. Балалар, я дыбысын бірге айтып көрейікші. Я, 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 я. Біз я дыбысын дұрыс айту үшін оң ұйқасын бірлесіп оқиық. Ян, қорқақ бұл, қоян. Яз, ащы бұл, пияз. Яр, дәмді бұл, қияр. Жарайсыңдар балалар, бұл я дыбысын дұрыс айттыңдар. Енді біз буын ұйқасын оқып, тілімізді жаттықтырған болсақ, келесі тапсырмаға назар аударайық. Қоян. Я дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр. Я әрпі сөздердің барлық буындарында кездеседі. Мысалы, тақия. Я дыбысы сөздің аяғында кездесіп тұр. Балалар, алдар көсе бізге өзі туралы ертегі алып келіпті. Олай болса, мұқият тыңдайық. Алдар көсе мен бай баласы. Бір күні алдар далада жаяу келе жатса, алдынан бір салт атты кездесе кетеді.
Амандық айтып, жөн сұрасқаннан кейін, атың кім? Дейді жаңағы кісі алдарға. Атым Алдар. Әй, сен әлгі алдамшы алдармысың? Иә, кәне, мені алдашы. Ойбай деп саным бірақ соғады сонда Алдар. Алдауыш ала таяғым үйде қалып қойыпты. Атыңды бере тұршы, алып келейін. Бай баласы түсіп атын береді. Алдар бұлай шыға беріп, алдаған деген осы болады, қош бол деп шаба жөнеледі. Бай баласы алданғанын сонда біліп, санын бірақ соғады. Ал енді ертегіде балалар кім туралы айтылған екен? Әрине, Алдаркөсе мен бай баласы туралы екен. Осы ертегіден я дыбысы кездесетін сөзді табайықшы. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, я дыбысы бар сөйлемді табайық және оны оқып берейік. Бір күні Алдар далада жаяу келе жатса, алдынан бір салт атты кездесе кетеді. Осы сөйлемде жаяу сөзінде я дыбысы екінші буынында бар. Ал енді екінші сөйлемді іздеп көрейік. Алдаушы ала таяғым үйде қалып қойыпты. Осы сөйлемде балалар таяғым сөзінде я дыбысы кездеседі екен. Балалар, осы ертегідегі кейіпкерлерге мінездеме берейік. Алдаркөсе қандай адам? Дұрыс айтасыңдар, Алдаркөсе ақылды, тапқыр, мейірімді екен. Ал бай қандай адам деп ойлайсыңдар? Бай мақтаншақ, жемқор, сараң, қызғаншақ адам екен. Жарайсыңдар балалар, сендер өздеріңнің зерек балалар екендеріңді көрсеттіңдер. Енді балалар, біз я дыбысымен танысқан болсақ, біз көркем жазу жазып үйренейік. Ол үшін біз бейнебаянға мұқият қарайық. Я әрпін әдемі жазып үйрен. Жазу жолының ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе, доға ілгек жасап, үлкен жолдың ортасына дейін жоғары қарай көлбеу сызық тартамыз. Енді солға қарай доға сызып, дөңгелете отырып жазу жолының үстіңгі сызығына тигізе, дөңгелекті жабамыз да жоғары қарай қосымша сызық шығарамыз. Сол сызықты бастыра отырып тік төмен қарай түзу көлбеу сызық жүргізіп, астыңғы сызыққа тигізе, ілгек жасаймыз. Балалар, бүгінгі сабақта сендер сабаққа белсенді қатыстыңдар. Енді сабақта орындаған тапсырмалар бойынша өзіңді өзің бағалап көр. Балалар, бүгінгі сауат ашу сабағы осымен аяқталды. Сабақ сендерге ұнады деп ойлаймын. Олай болса, келесі кездескенше қош сау бол.